Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Уассалату вассаламу аля расулихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ба'д. Ғусул тақырыбын қозғайтын боламыз бүгін. Бірінші кезекте парыздары. Ханафи мазхабында ғусулдың 3 парызы бар. Біріншісі ауызды сумен шаю, екіншісі мұрынды шаю, су алып, үшінші бүкіл денеге су тигізу. Өзге мазхабтарда, Малики және Шафии мазхабтарында ауыз бен мұрынды жуу сүннетке жатады. Бізде парыз болып есептеледі. Және дәреттегі сияқты ғусулда ниет ету парызға немесе шартына жатпайды. Жалпы Алла елші саллаллаху алейхи уассалам жүніптік бүкіл қылдардың, бүкіл денедегі түктердің астында жүніптік бар деген. Сондықтан ғусулда бүкіл денені ысқалап жууды, яғни дәліктейді оны Абу Ханифаның шәкірті Абу Юсуф шарт ретінде қарастырған ғусулда. Яғни ауыз мұрынға су алғаннан кейін бүкіл денені жақсылап тұрып ысқалап жуу мен ғусул тамамдалады. Тура сол сияқты ғусулды ауыз мұрынды шайып бір көлге немесе өзенге де түсіп шығумен ғусулы адамдардың бар болып есептелінеді. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи роббил аламин.